спирулина. Не болмаса кардицепс пен имбирді аламыз. Осы екеуінде таңдау бар. Кардицепс пен имбирді аласыздар 62.400-ге, или үш өнімді аласыздар. Жаңа чаганы, коллаген, спирулина үшеуін аласыздар. Одан кейінгі пакетіміз $240. Бізде неге доллармен? Өйткені біз международный, алла бұйыртса, Мақсат Рысбекұлы Россияны, жаңа Ташкентті, Өзбекстанды барлығын ашайын деп жатыр. Үш мемлекетті қосады, сол үшін де доллармен болғасын, біз международный компаниямыз. Екінші пакетіміз $124.800. Бұл жерде астында жазылып тұр ғой, каждый пакетке бал беріліп тұр. Сол балмен біздің жаңағы алатын зарплаталарымызды есептейміз. Оны да қазір көрсетіп кетемін. Одан кейінгі пакет сіздерде $228.000, $440. Бұл жерде 299 бал беріп тұр. Каждый балымыз бізде ақша. Одан кейінгі пакетте жаңағы золотой пакет $436.800, $840, $571-де 2 бал береді. Енді бізде басқа компаниялар сияқты лидер өсірмейміз, аймай активация жасамаймыз, товар оборотымыз күйіп кетпейді. Біз деген даже статустарды жоғарғы жақтан түскен переливтің өзінен статус жауа береміз. Көп компанияларда өздері келетті, не істейді? Компаниялар келетті, басқа компанияларға баратын болсаңыздар, олардың условиялар бар. Үш личник өсіреді, немесе жаңағыдай 5 личник өсіреді. Сол сияқты условиялар бар. Біздің компанияда ондай условия жоқ. Бал күйіп кетпейді. Көп компанияларда, мысалға, бір шетінде 3000 бал, бір жағында 2000 бал болса, 2000 мен 2000-ді теңестіреді, 1000 балы сохраняется, соны сохраняется деп айтады. А біздің компанияда 3000-да, 2000-да, екі жақтағы бал да сохраняется. Сол үшін біз статустарды жылдам жауып, тез жауып жатырмыз. Барлығымызға оңай, өйткені маркетинг бізде жеңіл маркетинг. Қазіргі таңда PV мен берген күнде де ақшаны біздің компания басқа компаниялардан қарағанда көп береді. Өйткені көп компанияларда табысы аз. Көбісі рекорд бонусқа көңіл бөліп атады. Неге? Рекорд бонусты бізде көп бермейді деп атады. Рекорд бонус деген бұл бір-ақ рет алатын доход, сол үшін оған қараудың қажет жоқ. Бізде бинарды жақсы беріп отыр. Енді бізде жаңағы айтып кеттім ғой, барлығының астында балдар тұр. Сол балдарға қарай табыс көзін табуға болады. Бізде 7 түрлі табыс көзі бар. Біріншісі реферальный бонус, за личное приглашение. Сіз информация айттыңыз ба, компанияда жүр, біреуге реклама қылып, осы өнімдерді айтып, сол адам алатын болса, сол реферальный бонус. Ол реферальный бонуста сіздің кірген пакетіңізге байланысты аласыз. Например, сіз жаңағы үлкен пакетке кіретін болсаң, кіші пакеттен бастайтын болсаңыздар, 62400-ге кірсеңіздер, сол 62400-дің 10% беріп қойған ғой, реферальный бонус. Сол сіздер даже үлкен пакетке тіркесеңіздерде 10% аласыздар. Бұл жерде сіздердің табыс көздеріңіз пакеттеріңізге байланысты. Если келе салып үлкен табысқа шыққыларыңыз келсе, барлықтарыңыз неге? Бизнес пакетке кіріңіздер, золотой пакетке кіріңіздер деймін. Өйткені золотой пакетте бізде треугольник 2 орынды подаркіге береді. И еще портал обучения бізде бесплатно кіресіздер. Сондай мүмкіндіктер бар. Одан кейінгі пакетте жаңағы тоже 10% береді. 124.800 теңгенің пакетіне кірсеңіздер, тоже реферальный бонус 10% аласыздар. 228.800-ге кіретін болсаңыздар, 15% аласыздар. 436.800-ге кіретін болсаңыздар, реферальный бонус 20% аласыздар. Енді мысалға өздеріңіз келіп, золотой пакетпен кіріп, кішкентай пакетке адам шақырсаңыздар да 20% аласыздар. Ал если сіздер кішкентай пакетпен кіріп, золотой пакет шақыратын болсаңыздар, 10% аласыздар.
сіздер сол үшін пакетті бизнесқа келсеңіздер, пакетті дұрыс таңдап келіңіздер. Одан кейінгі жаңағы табыс көзіміз бинарный бонус. Бұл бинарный бонус тоже сіздің кірген пакетіңізге байланысты аласыз. 62.400-ге кіретін болсаңыздар 8% бинарный бонус береді. Бұл бинар деген екі аяқ теңескен кездегі ортадағы табыс. Енді 124.800-ге кірсеңіздерде 10% аласыздар, 228.800-ге кіретін болсаңыздар 12% аласыздар. Ал 436.800-ге кірсеңіздер 14% сіздер бинарный бонустан табыс көз табасыздар. Мысалға, сіздер өздеріңіз келіп, екі адамды шақырсаңыздар, бір жағыңызға бір адам информация беретін болсаңыз, өзіңіз золотой пакетте тұрсаңыз, екі жағыңыздағы адамнан да золотой пакетке тіркесеңіздер, бір шетінен 57 мың, бір жағынан 57 мың, ортасында екі адамды қойғанда теңесетін бинарный бонус, ол деген 40 мың теңге, общий 157 мың теңге табыс табуға болады. Одан кейін сіздердің шақырған адамдарыңыз шақырып бастаған кезде тоже үлкен табыс табасыздар. Басында өздеріңіздің осындай адамдарды шақырып, бизнесқа шақырған кезде сразу пакетті дұрыстап түсіндіріп кететін болсаңыздар, барлығы бизнесқа келеді золотой пакетке. Сіздер сол ақшамен мысалға даже магазинде аша алмайсыздар ғой, ал бұл жерде үлкен табысқа шығуға болады. Одан кейін матчинг бонусы, чека-чеканы қалай табуға болады? Тоже жаңағы 62.400-ге сіздер кірсеңіздер, чека-чека берілмейді. Ал если 124.800-ге кіретін болсаңыздар, только бірінші, екінші уровень линияларыңыздан қана аласыздар, 20% аласыздар. Ал если сіздер 228.800-ге кіретін болсаңыздар, 3 линиядан аласыздар. Ол бірінші уровень, екінші уровень, үшінші уровень деген сіздің шақырған личниктарыңыз бірінші уровень болады, олардың шақырған личниктары екінші уровень болады, олардың шақырған личниктары сіздерге екінші, үшінші уровень болып саналынады. Енді ең бұл жерде қарасаңыздар, 436.800-дің пакетін қарайтын болсаңыздар, 40% беріп қойған. Бірінші линияда 15%, екінші линияда 10%, үшінші линияда 10%, төртінші линияда 5%. Енді қараңыздар, чека-чеканы көп компанияларда олардың условиясы жаңағы, мысалға көп компаниялар бар, Қазақстанның компанияларының өзінде атын айтпай қояйын, астыңыздағы лидеріңіз өсіп кетсе, чека-чека алмайсыз. Или там үлкен статусты жауып барып чека-чека аласыз. Или какой-то бір товарооборотты беріп чека-чека аласыз. Ал бізде чека-чеканы бірінші линияңыздан, бірінші келіп үлкен пакетке кіріп жұмыс жасап бастағаннан бастап, сіз астыңыздағы шақырған бірінші линияңыздан уже чека-чека ала бересіз. Екінші линиядан алу үшін активный партнер деген статус жабылады. Ол да аз 1200 балмен жабылады. Екінші линияңыздан аласыз. Үшінші линиядан алу үшін менеджер статусы жабылу керек. Сол кезде 3 линияңыздан, старший менеджер болған кезде уже 4 линияңыздан да жаңағы общий 40% алып отыруға болады. Енді өздеріңіз есептей беріңіздер. Бірінші линияда қанша адамдарыңыз бар, екінші линияда мысалға жаңа бірінші линияда 5 адам шақырдық деген өзінде де екінші линияңыз каждыңыз 5 адамнан шақырғанда 25 адам қанша болады? 25 адам. 25 адам, одан кейін 25-ке 25 50 адам, төртінші линияларыңызда 100 адам болады. Сонда қанша адамнан сіздер 40% жаңағы матчинг бонус алып отырасыздар. Одан кейін статус жабу. Енді қараңыздар, статус бізде жабу оңай. Жаңа айтып кеттім ғой, бірінші күннен бастап, тіркелгеннен бастап, сіздердің екі жақтарыңыздағы саналған, енді статусты ол малый ножкадан жабылады, всегда. Немесе біреулерде спонсорский ножкалар үлкен товарооборот беріп кетеді, или внутренний ножкалар товарооборот үлкен беріп кетеді. Сол кезде бір жағыңызда, екі жағыңызда да 1200 балл болған кезде сіз активный партнер статусын жауасызда, сізге бір кепканы подаркке береді, и бір спирулинаны подаркке береді. Одан кейінгі статус
статусымыз менеджер статусы 3000 балл бір жақта, 3000 балл бір жағында жиналып жабылған кезде сізге компания ветровка береді, Vertex Union деп жазылған. Одан кейін $100 счеттарыңызға, каспиларыңызға, зарплаталарыңыздан бөлек аласыздар, 50 мың теңге. Бізде $1 жаңағы $1 біздің ой, миымыз ашып кетті ғой. $1 50 мың теңге аласыздар. Қараңыздар, енді екінші статусымыз старший менеджер. Старший менеджерде тоже не аласыздар, кружка аласыздар, немесе тырмыз аласыздар, и содан кейін $200 салып жереді. $200 бұл 100 мың теңге. Одан кейінгі статус бізде мастер статусы. Мастер статусында путевка алсаңыздар болады, ақшаларыңызды қалдырып $1000, ол 500 мың теңге. Ал жаңағы или жаңағы ақшалай алып жаратсаңыздар да болады. Компания оны сіздерге выборға қойып қойған. Жаңа $1 500 теңге деп айтам деп шатасып кеттім ғой. Енді одан кейін директор развития статусы. Мен мастер статусын жаңағы осы компанияға келген кезде мен сенімім күшті болды, и біз компанияны жақсы жұмыс жасап кеттік, Аллаға шүкір. Активный партнер, менеджер, старший менеджер деген статустарды жеңіл оңай жаптым. Мастер статусын мен 4-ші аптамда жауып тастағам. Бұл мастер статусында сіздерге 20 мың балл оң жақта, 20 мың балл сол жақта уже сіздерге $1000 ақшалай береді, жаңағы 500 мың теңге. Екіншісі директор, одан кейінгі директор развития статусын. Директор развития статусын мен 1,5 айда жаптым. 1,5 айда жапқан кезде 50 мың балл бір жақта, 50 мың балл бір жақта. Бұл жерде мен $2000 алдым. $2000 немесе жаңағы бриллиант алсаңыздар болады. Енді біз ақшалай алып жатырмыз. Мен сол ақшама өзіме керек алтынымды алып алдым. 1 миллион теңге, $2000, 1 миллион теңге. Одан кейінгі статусымыз бізде жаңағы амбассадор. Амбассадор статусын Аллаға шүкір осы компанияда 3 айда жаптым. 3 айда жапқан кезде компаниямыздың Аллаға шүкір ашылуында амбассадор статусымен шықтық. Бұл жерде $4,5 мың алдық, 2,250 мың теңге. Енді машиналарыңыз болып, жаңағы Vertex Union деп машиналарыңызға Vertex Unionның компаниясының рекламасын жабыстыратын болсаңыздар, $4,000 аласыздар. $4,5 мың аласыздар. Если просто ақшалай алам десеңіздер, $4,000 аласыздар. Одан кейінгі статуста платина статусы. Бұл жерде бір комната үйді өздеріңіз жақында көрдіңіздер. Тараз қаласында, Түркістан қаласында болған форумда менің спонсорым Сайрагүл ханым үйдің кілтін алды. Ол жерде $30 мың береді, немесе үй аласыздар однокомнатный. $30 мың деген бұл жаңағы 15 миллион теңге. Мен платина статусында $10 мың аласыздар, ол жерде 5 миллион теңге. Бриллиант директор статусын Сайрагүл ханым бұл жерде платинанда бриллиант директор статусында 1 айда жапты. Керемет жаңағы жетістік. Ол жерде үйдің кілтін алды. Осындай жетістіктерге жетуге болады. Алла бұйыртса, бізде аз қалдық платина статусына. Ол жерде $10 мың аламыз, 5 миллион теңге. Ал одан кейінгі статуста бір комнаталы, 2 комнаталы, сосын $150 мың, $250 мың президент статусына дейін ала бересіздер. Компания барлық статустарға $550 мың сыйға беріп қойған. Компаниямыз өте шедре. Компаниямызда осы статустарды жеңіл оңай жауып, Сайрагүл ханым өзі бір комнаталы үй алды. Оның артынан қанша лидер қазір келе жатыр, $10 мың 5 миллион теңге аламыз. Осы жерде жаңағы
басқа бинардан бөлек, чекадан бөлек, заличный приглашенныйдан бөлек біз деген қанша үйді де, квартиранты да, машинанты да, бриллиантты да, путевканы да барлығын компаниядан подарки алып отырмыз. Компанияның маркетингі өте керемет маркетинг, бұны түсіне білген адам. Осы маркетингті сіздер үйреніп алыңыздар. Сосын маркетингті үйреніп алған кезде қараңыздар, сіздер продукцияны, мен естіліп тұрмын ба өзім, мен көрінбей қалдым ба, не істеп тұрмын? Бізде жаңағы өнімдерді біліп аласыздар, сосын осы маркетингті үйреніп алыңыздар. Мен сіздерге айтам, анау жаңағы 7 доходтың, одан кейін дополнительный бинар бар ғой, дополнительный бинар, сосын даймонд бонусы бар, инвестор бонусы бар. Олардың барлығын бірден бара салып, новичокқа, оның бәрін сызып жатудың қажеті жоқ. Мен сіздерге айтайын ба, барған кездеріңізде осы 3 түрлі доходты көрсетіп, біздің компанияда осындай премиальный беріп отыр десеңіздер, қалғанын бәрін осы компанияда жұмыс жасағаннан кейін жаңағы не қылып атады, тауып атады. Біз мысалға қазір дополнительный 5-ші доход дополнительный бинардан біз бинар 14% алып отқан жоқпыз, 16,5% алып отырық, амбассадорлар. Ал Сайрагүл ханым одан да көп процент алып отыр. Сол сияқты 18%-ке дейін алып отыр. Енді бұл жерде бізде бинарный бонусқа проценттерді жақсы беріп қойған. 14%, 4,5%-ке дейін қосып қойған. Сонда почти 19%-ке дейін бинардан көп қылып, ақша қылып алып отыруға болады. Енді одан кейінгі жаңа даймонд статус, инвестор статустарын барлығын біреулер бар, компанияны баратта, новичокқа баратта, бара салатта, ананың барлығын сызат. Сосын ол жаңа сетевик болмаған кезде ол түсінбейді, отырады. Ананың миы ашып кеткеннен кейін ол айтады, ой, мынау қиын сияқты ғой істеу дейді. Сол үшін құрметті партнерлар, осы жерге мен жұмыс жасай, мен ақша табам деп келген лидерлар, барлықтарыңыз өнімді де бүйтіп қатты білмесеңіздер де, өздеріңіздің результаттарыңызбен компания қай кезде ашылды, компанияны ашып отырған кім, заводымыз қай жерде, инвесторымыз кім, и содан кейін жаңағы өнімдерді біліп алғаннан кейін маркетингті біліп алыңыздар. Маркетингтегі жаңағы 3 доходты көрсетіп, и ол жерде жаңағы премиальныйымыз бар, осындай $550 мың беріп қойған, осындай статустарға ақша беріп қойған. Бізде үйде, машинада барлығын сатып алмаймыз, бұл жерде подаркіге аламыз деп, сондай қылып түсіндірсеңіздер болады. Анандай бара салып, круглый, жаңа бір күні мен бір таксиге мінсем айтады, анау мен компания туралы айтып отырсам, анау круглыйлар ма дейді, сондай круглыйды сыза бермей, бірінші келген кезде адамдармен сөйлесуді үйреніңіздер. Как психолог сияқты келген кезде адамдарға не керек, өнім керек па, жоқ әлде жаңағы маркетинг ақша керек па, соның барлығын біліп алғандарыңыз дұрыс. Мен өстіп маркетинг айтам деп па. Енді қараңыздар, енді бізде бағана сұрақ қойып жатыр. Бізде кеше Дәулет мырза мен Әсел ханым күшті выступать етті. Мен Дәулет мырзаларға риза болатыным, потому что олар осы путешествие порталды үйреніп алды. Құрметті партнерлар, осы жерге компанияға жұмыс жасайым деп келдіңіздер ма? Осы порталға қосылыңыздар. Порталға қосылмағандарыңыздың барлықтарыңыз осы порталға қалай қосылам деп Мұхаммедке шықсаңыздар болады. Қазір Дәулет мырза мен Әсел ханым порталдың ішіндегі қыр сырларын, қалай жаңағы путешествияға, қалай қай жерден, Европадан, жаңағы Азия халқынан, қай жерден, нелерден, мемлекеттерден арзанға алатынның сабағын үйретіп жатыр. Сол сабаққа кіріп қатысыңыздар. Барлықтарыңыз Мұхаммедке шығып, осы порталға $100 өздеріңіздің кабинеттеріңізге подключать етіп алыңыздар. Содан кейін отырған жерлеріңізде оны қосып елдерге көрсеткен кездеріңізде арттарыңыздан барлығы ереді. Сұрақтарыңыз болса, енді маркетинг туралы сұрақтарыңыз болса, сұраққа жауап берейік. Сұрақ берейін деп едім мен. Это таза жалғаспаймын. Таза жалғаспаймын.